Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бауыр пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз бауырды блендерден жақсылап езіп аламыз. Бауырды езіп болған соң үстіне сүтті, сұйық майды және 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Оларды да жақсылап блендермен еземіз. Сосын үстіне дәм кіргізу үшін тұз саламыз және ұнымызды азыздан салып, кішкене сұйықтау болып шығатын қамыр жасап аламыз. Дайын болған құймағымызды тағы да блендермен еземіз. Сол кезде біздікі ешқандай түйіндер болмай, тұнық болып шығады. Ал ендігі кезекте табамызды қыздырып аламыз да үстіне азғантай ғана жұқа етіп май жағамыз. Ал енді табамызды майлап болған соң, қызып тұрса, оны құймаққа құятындай, блинчикке құятындай етіп құйып аламыз да астын жай отқа қойып пісіріп аламыз. Бізде осындай бауыр пирогтың пісіріп жатқан кезде бетінде осындай тесіктер пайда болады. Қарап тұрсаңыздар, тесіктер шығып жатыр. Сол кезде уже біз аударамыз деген сөз болады. Міне бауырым пирогымыздың біреуін пісіріп алдық. Енді қалған қамырларды да солай бөліп пісіреміз. Міне біздің пирогтарымыз пісті. Бөлек-бөлек пісіріп алдық. Өте әдемі болып піседі, дәмі де ерекше болады. Енді ішіне жағатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін біз майонезге сарымсақты турап аламыз. Ішіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша укроп қоссаңыздар да болады. Сосын ішіне салатын арасына жағатын салмамызды пиязбен сәбізімізде қорып, онта қосып жасақ болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әр түрлі салма істеп, дәмін ерекше қылып жасауларыңызға болады. Мен осылай қарапайым ғана майонезбен сарымсақты жағамын.
Ал енді достар, біз пирогымызды жинаймыз. Арасына майонез бен жаңағы жаққан турап салған сарымсағымызды жағып бәрін бірдей жинап аламыз. Видеода көрсетілгендей жасайсыздар. Міне біздің пирогымыз дайын. Енді оның әсемдігі үшін бетіне жұмыртқаны қайнатып, үкіштен өткізіп, әсемдеп қоямыз. Міне достар, біздің бауыр пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар, өте дәмді болып шығады. Әрі әдемі болып шығады. Дастарханның сәнін келтіреді. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет достар. Қош сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркеліп, достарыңызға жіберіп қойыңыздар.